Бүгін қарапайым жент дайындаймыз. Тарыны қайнап тұрған суға 4-5 минут қайнатып аламыз. Су күйінде сүзіп алып, 50 грамм қолдың сары майына жақсылап қуырамыз. Тарының суы кеуіп, кішкене қызару керек. Шала кепкен қолдың қызыл ірімшігін блендерден ұсақтап өткіземіз. Қуырылған тары, ұсақталған ірімшік және талқан қосып жақсылап араластырамыз. Үстіне қорытылған ыстық сары май құямыз. Араластырып, қант және мейіз саламыз. Жентімізді жақсылап араластырып, жайпақ ыдысқа салып, үстінен қолмен майдалап, яғни баттастырып шығамыз. Осымен жентіміз дайын. Ас болсын. Сіздермен болған Марияш.